Астана опера театрының камералық залында Інжу Маржан концерті өтті. Жаңа әрі сирек орындалатын музыкалық туындылар көрермендерге қуаныш сыйлады. Сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон. Өнерпаздар осы 4 дауыста ән шырқады. Әрі орындаушының дауысына сай таңдалған шығармалар. Операдан үзінді, камералық вокалдық туындылар, ария, ариос барлығы да тек қазақ композиторларының шығармаларынан алынған. Именно имеют такую задачу. Біздің мақсатымыз сирек орындалатын әндерді тыңдармандарға жеткізу. Қазақ композиторларының шығармалары кез келген әлемдік шығармамен салыстырғанда деңгейі төмен емес, теңдеуге келеді. Сондықтан осы кешті ұйымдастырып, көрермендер сағынып жүрген туындыларды театр сахнасына алып шығуды жөн көрдік. Қазақ музыка әлемінде таңғалдыратын, тамсандыратын қазақ сазгерлері жеткілікті. Олардың әндері мелодияға бай, колорит қанық, тыңдауға тұрарлық. Ең сирек орындалатын Сыдық Мұхамеджановтың Жұмбақ қызы мен Төлеген Мұхамеджановтың Құсни Қорлан операсы елордалық өнерсүйер қауымның құлақ құрышын қандырды. Бұл атаулармен көрермендер жақсы таныс, себебі сағаттық қойылымдар бар, ал үзінділері тыңдармандарға алғаш рет ұсынылып отыр. Мен әнші ретінде менің парызым деп ойлаймын, осы қазақ әндерінді көрсетіп, қазақ әндерін насихаттау. Шетелге барсам да, гастрольға барсам да, конкурсқа барсам да қазақ әндерін алып жүрем. Халық жақсы, өте жақсы қабылдайды. Сахнада өнер көрсеткен солистердің арасында шақыртылғаны да бар. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Азамат Жылтыркөзов баритон дауыста ән шырқады. Айта кетейік, өз өнерін ортаға салған әртістер арасында Салтанат Мұратбекова, Роза Нүркей, Рамзат Балакишев те бар. Бұл шығармалар нағыз баға жетпес қазына. Сондықтан өнерпаздар музыкалық мұрамызды кейінгі ұрпаққа жеткізуді мақсат еткен. Камила Маулен, Мәдениетке саяхат, Астана.